Ассалаумағалейкум, арма қазақ елі. Аты жөнім Марғұлан Нұрданғазыұлы. Жаңа ғана Секеңнің тегін лекцияларының соңғысын көріп, сәл-пәл көңіл күй түсіп. Оның артынан жатаға Инстаграм ақтарып, сол жерден бір видео көріп, жүрегім қан жылады. Шыны керек, сіздерге көрсетпей, көзіме жас алып, жылап тұрдым. Сол видеоны сіздерге көрсете кетуді ұйғардым. Бауырлар, біз өзімізді бай мемлекетпіз деп мақтанамыз. Ой-бай, андаймыз, мындаймыз деп айтқанда алдымызға жан салмаймыз. Бірақ сол байлықтан біздің халқымыз не пайда көріп отыр? Жаңағы қарапайым қара халық қайда, қалай күн көріп жүр? Қазір бірлікте сол жайлы бейнероликті көрейік, ойланып толғанайық. Сосын әрмен қарай әңгімемізді жалғастырайық. Иә, жұмыс екен. Қыздарға жұмыс бар ма? Жоқ, қыздарға жұмыс жоқ. Несіз тұрады? Септик да. Қазы ба? Жоқ, бойнада өзім жаңа жұмысшылар тұратын септик. Төгіліп кетті. Нәлісі болады, соны жинап, төгіліп кеткен бәрін келтіріп. Қанша болады? Бір адам жетеді. Адам? 15 бола ма? 15 қиын қымбат болады. Енді оңай емес қой. Барасың ба точно? Барам. 10 мыңға барасың ба? Мен барам. Ағып кеткен да ана бәленің бәрі. Барам. Қанша бересің? Квартираның ақшасы кетті дейсің, неге? Кеп тұр да бұл. 5 мыңға барасың ба? Екінші адам болып. Точно ба? Видеода көргендеріңіз, мына көршілес өзбек сарттар емес, қырғыздар емес, өзіміздің қазақтар. Бәлки бағыз адамдарға бұл көрініс таңсық емес шығар. Бұл біздің бір Алматының Алтын Орда базарындағы сол жерде болған жайт. Ал ана Астана, Шымкент немесе ірілі ұсақты үлкен қалаларда да осындай халық арасында құл базар деп танылған базар көп. Таң бозынан еліміз бойынша жүздеген, тіпті мыңдаған қазақтар осындай жерлерге келеді. Кімге септік керек? Кімге туалет қазу керек? Кімге құрылысқа көмекші керек? Сол сияқты қара жұмыстардың бәрін солай кезек күтіп жұмыс сұрайды. Күніне табатын сол 5-10 тиыны ғана. Кейде ол да жоқ. Нақты мысалдар айта кетейін өз басымнан өткен. Кезінде Алтын Орда маңайындағы базарда бір егде жастағы бір кісі тұр екен. Барып, аға дедім, неге бұл жерде жүрсіз, басқа жұмысыңыз жоқ па дедім. Жұмыс бар ғой, айналайын дейді. Бірақ пара бермей оған кіре алмайсың дейді. Соған қарап, жоғары білімді, білікті маманның біздің Қазақстанда қадірі жоқ. Сондай қадірсіз екенін түсінесің. Енді өзім сияқты елден пана таппаған тағдырластарымды айта кетейін. Мына әлемнің түкпір-түкпірінде Корея, Германия, Польша, Англия тәрізді бүкіл әлемде жастарымыз тентіреп кетті. Мына Түркияға да келетін еді, бірақ бұлардың жұмысын түрікмен мен өзбектерден аспай жатыр. Солар ақ бітіріп жатыр. Енді солар бірі таңмен таласып құрылысқа барса, енді бірі түнделетіп кафеде ыдыс жуады, жарайды. Оның өзі көп қиын жұмыс қой. Бірақ соның арасында қасапханада шошқа сойып, етін бұзып, нәпақасын айырып жүрген қазақ бауырларымыз да жетеді. Көбі заңсыз жүр олардың әуелі. Құжатсыз, жұмыссыз істеп жүр. Ай сайын тапқан азын-аулақ ақшасын еліне, ауылдағы әке-шешесіне салып отырады. Бірақ өз елінде жұмыс таба алмай, шетелде тентіреп жүрген қазақ бұл ұлтымыздың қасіреті ме не ғой? Бай мемлекетпіз. Неге болады? Әр кадрды көрген сайын жүрегің ауырады. Ойлаңызшы, елімізде бүтін дүниенің қазба байлықтарының бәрі бар. Тіпті әлемдегі уранның жартысына жуығы Қазақстанда. Бірақ неге біз қара жұмысқа мұқтажбыз? Соған байланып қалғанбыз. Неге қарттарымыз көшеде қайыр тілеп жүр? Неге жастарымыз шетелде босып кетті? Сонда жаратқан Аллаху Тағала осыншама байлықты кім үшін берді? Ана өкімет басында отырған 100 семьяға ма? Бұл әділет ба ағайын? Айтыңыздаршы, бұл елдік пе? Сыртта жүрген соң ел жұртпен араласасың, қазақ көрсең жет әкеңді көргендей қуанасың. Сөйтіп жүріп, бір Алманияда жұмыс жасайтын, Германияда бір қазақпен танысып сөйлестім. Өндіріс орнында жұмыс жасайды екен. Әуелі өзі деген бұрынғы инженер екен, кәдімгі маман иесі. Өз елімде жұмыс бермеген соң амалсыз кеттім деп отыр. Басқа не дейді? Уа халқым, осындай әділетсіздікпен мәңгі өмір сүрмекпіз бе? Айтыңыздар. Өмір сүру десем артық әуелі. Біздің халіміз күнкөрістің әр жақ бер жағы. Мемлекетіміздің болашағы үшін оянайықшы. Бүгінде мына шындықты ашық айтып жүрген мына Серікжан Біләш, Мұхтар Әбіләсов сынды ағаларымыз бар. Олар елде жүрмесе де ел үшін күресіп жүр. Соларға қолдау білдірейік. Олардың жанайқайына құлақ асайық. Өйткені оларды қолдау тек оппозицияны емес, өз болашағымызды,
өз ұрпағымызды қорғап ағайын. Қорыта келе, қазақ халқы үнсіз отырмаңыздар. Бұл елдің қазынасы біздікі. Бұл жердің иесі біз құл болмайық. Бейжай қарамайық, шындықты қолдайық. Кез келген бейнеттің артында зейнеті болады. Әділетсіздікпен күресейік. Біз өзгере аламыз, бауырлар. Қолда қазақ, болашағың үшін, бала-шағаң үшін оян қазақ. Рахмет, бөлісіңіздер, таратыңыздар, парақшама жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.